өз өмірін өз қолында десем, маған қаншалықты сенесің? Әрине бұл оңай айтылады, бірақ та таңдау еркіндігі ол өз қолында. Яғни таңдаулар арқылы сен өзің өміріңді өзгерте аласың. Эдит Эггердің «Выбор» деген кітабын оқып жатып, мен көзқарасымды мүлде басқа жаққа өзгерттім. Бұл бізде жаңа рубрика «Кітаптарға обзор». Негізі көп адамдар ойлайды, біз кітапты таңдаймыз деп. Но оказывается, кітап бізді таңдайды. Кітапты оқып жатқан кезде тура маған керек сөздер алдымнан шығады. Маған ол сөздер мотивация беруі мүмкін, немесе бір сұрақтың жауабын беруі мүмкін. Кітаптың қысқаша мазмұндамасын айтсам, Эдит Эггер сол кітапта өзінің өмірбаянын айтады. Ол Холокост деген лагерьде выживший болған, өзінің анасымен, әпкесімен, әкесімен барлығы сол лагерьде болған. Бірақ та әпкесімен және сол Эггер ғана өздері выживший болды. Мен түсінгенім, болып жатқан ситуацияларға, жағдайларға біз әсер ете алмаймыз, бірақ та оларға деген көзқарасымызды, реакциямызды дұрыстай аламыз. Әрбір қиындық саған мүмкіндік ретінде берілген. Кітап маған не үйретті, яғни сол моментте, жаңа айттым ғой, кітап бізді таңдайды деп, өте қатты қиын емес, бірақ қиындықтарын өтіп жатқан. Бірақ та кітапты оқып жатып, мен таңдау еркіндігі өзімде ғой, неге мен былай жыртау болып отырмын деген сияқты сондай моменттер болды. И маған Алла осылай сол кітап арқылы бірдеңе айтқысы келгендей болды да. Соңында Эдит Эггер жақсы, мықты психолог болып шығады. Жаңағы лагерьде өткізген шақтарын, травмасын қабылдап, соңында өзін табады, миссиясын табады, адамдарға көмектеседі, өз сияқты адамдарға көмектеседі. Сол арқылы бұл әлемде адамдарға көмектесу арқылы бақытты болады. Сонымен осы кітапты міндетті түрде оқыңыздар, себебі өте күшті сіздерге инсайттар береді. Таңдау еркіндігі әрине тағы бір айтам өзімізде. Осы рубрика ұнаса, тағы осындай шықсын десеңіздер, комментария жазып кетіңіздер.